Достар, барлығына сәлем. Видео басталмай тұрып, мен саған біздің ВК группамызды сұғым келіп отыр. Ол жерде көптеген кісілердің күлкілі де қызықты бастан кешкен оқиғалары шығады. Сондықтан описаниедағы ссылкаға кіріп, біздің керемет группамызға жазылып кет. Сәлем, менің атым Анюта. Мен кішкентай болған кезде мен өте жай өстім. Анам мені дәрігерлерге көп апаратын, бірақ олар менің денім сау екендігін және әркім өздігінше өсетінін айтқан еді. Мен жай сөйлеп үйрендім, бірақ менің есте сақтау қабілетім күшті болатын. Мен өмірімнің әр сағатын қалай өткізгенімді білемін. Демалыста қайда барғанымды, 1 ай бұрын не алғанымды, 3 күн бұрын түскі асқа не жегенімді бәрін білетінмін. Анам бұл туралы мен 7-ге толғанда бірақ білді. Мен бұны анама айтпаған едім, себебі бәрі кісі мен сияқты деп ойлайтынмын. Мектепке барғаннан кейін мен өз ерекшеліктерімді байқай бастадым. Карта ойнау маған қатты ұнайтын, себебі жеңілген және ойналған карталарды есіме сақтап отыратынмын. Сабақты да мен жақсы оқитынмын, себебі айтылған нәрсенің бәрін сол сәтте-ақ жаттап алатынмын. 5-ші сыныпта біз ағылшын тілін оқи бастадық. Ол маған қатты ұнайтындығын айтып жеткізу мүмкін емес. Бірақ мен үшін сабақтар өте қызықсыз еді. Себебі мұғалім бір айтылған нәрсені 100 рет қайталайтын. Балалардың бәрі түк ұқпай отыратын. Сондықтан мен оны өзім үйренемін деп шештім. Сіздер маған сенбеулеріңіз мүмкін, бірақ мен ағылшын тілін 1-7-де-ақ үйреніп алдым. Мамам менің бұл қасиетімді біліп, қуанып кетті және басқа тілдерді де үйреніп көруге ұсыныс жасады. Соңында 1 жылдан кейін мен барлық тілдерді үйреніп алдым. Болашақта мен аудармашы болмақшымын. Жай аудармашы емес, танымал, әлемге атағы шыққан аудармашы болу ойымда бар. Себебі бұл маған өте қатты ұнайды. Осымен біз видеомызды аяқтаймыз және ВК группамызға тіркелуді ұмытып кетпе. Онда бұдан да қызық оқиғалар шығады. Назарыңа көп рахмет. Сау бол.